Сәлем баршаңызға достар, сіздермен бүгін үй жағдайында мохито дайындайтын боламыз. Дәмі өте керемет әрі қолжетімді. Достар, менің YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар. Мен сіздермен алда керемет дәмді рецепттермен, неше түрлі сусындармен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге қажет болады осылай бір дана лимонымыз, бір дана апельсиніміз, және де спрайт және мята болса болғаны. Ең алдымен барлығын қабығынан аршып аламыз. Бізге қабығының мүлде қажеті жоқ. Себебі бізде қыздар қабығы қышқыл дәм беретін болғандықтан қабығының бізге қажеті жоқ. Барлығында осылай қабығынан аршып алып, майда бөліктерге бөліп турап алыңыздар. Міндетті түрде арасындағы дәнегін алып тастаңыздар, өйткені біз қазір блендермен езетін боламыз. Сол уақытта бізге сүйектері, яғни кедергі болады. Барлығын осылай дәнектерінен тазалап, майдалап турап алыңыздар. Өте дәмді сусын болып шығады. Сонымен қатар жасап көріңіздер, өзіме және отбасыма қатты ұнады. Сонымен қатар достар, мұнда мен Instagram парақшам бар. Instagram парақшама да тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Лимонымызды дәл жаңағыдай сүйегінен тазартып, осылай майдалап турап алатын боламыз. Барлығында арнайы ыдысымызға салып, блендеріміздің көмегімен майдалап езіп шығатын боламыз. Сонымен қатар бізде осы мандарин мен лимонымыздың үстіне міндетті түрде мята салыңыздар. Мятаның да өзіндік ерекше дәмі бар. Барлығын дәл осы үшеуін араластырып езіп аласыздар. Мінекей барлығында дәл осылай езіп алдық. Енді осы езбемізді арнайы ыдысымызға осындай сүзгінің көмегімен өткізіп алыңыздар. Даққа бізге артық қабықтарынан осы сүзгіміз тазартып беретін болады. Мінекей дәл осылай барлығын өткізіп аласыздар. Бетіне мұз салсаңыздар тіптен керемет болып шығады. Егерде мұз жоқ болса, жай ғана салқындатылған спрайттың өзін құйсаңыздар жеткілікті. Неке достар, барлығын құйып, дәл осылай жасап ішсеңіздер, өте дәмді болып шығады. Мені өзіме қатты ұнады. Жасап көруге сіздерге де кеңес беремін. Жасап, дәмін көріңіздер. Ал бізге ас болсын. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.